Біздің Инстаграмдағы баспанаға бағыт парақшасына күнделікті көптеген сұрақтар келіп түседі. Олардың арасында көп пәтерлі тұрғын үйде ережені сақтамай, қоғамдық тәртіпті бұзған үшін салынатын айыппұлдарға да қатысты сауалдар өте көп келді. Сондықтан бүгін осы мәселені де көтеріп, маман кеңесін ұсынуды жөн санады. Мәселен, Айжан есімді желі қолданушысы көп пәтерлі үйде тұрамыз, көршілер тыныштықты бұзып, кіреберісте темекі шексе не істеу керек, үйімізді су басып қалса, құқығымызды білмей жатамыз, көмек берсеңіздер екен десе, Айгерім Апашева есімді көрермен, егер көршілер түнгі уақытта шулап, мазаны қашыратын болса, не істейміз, қайда хабарласамыз деп сауал жолдапты. Тағы да бір сұрақ WhatsApp желісінен де келген. Ол азамат тұрғылықты жерімізді учаскелік инспекторына қандай жағдайда шағымдан аламыз, жалпы инспектордың қызметіне қандай міндеттер кіреді деп сауал жолдапты. Осы соңғы сұраққа жауап ретінде әріптесім Жанерке арнайы бейне материал дайындаған екен. Ол елдің тыныштығын қамтамасыз етіп, тәртіпті қадағалайтын учаскелік инспекторлардың міндеті ауыр, жүктемесі көп қызметімен танысып қайтқан еді. Соны тамашалайық. Полиция капитаны Алмат Қоңдыбаев елордалық аудандардың бірінде учаскелік инспектор қызметін атқарады. Әкімшілік аумағында 5 қабатты 22 тұрғын үй, бір орта мектеп пен балабақша, 52 шағын және орта бизнес субъектілері бар. Аймақ тұрғындарынан көбіне тұрмыстық жағдайларға байланысты және тыныштықты бұзу фактілері бойынша арыз шағымдар түседі екен. 102 бағдар арқылы шағымдар түседі. Ол көбінесе әкімшілік кодексінің 437 бабы тыныштық бұзу және 505 бабы ол қалалық елді мекендердің ішінде абаттандыру қағидаларын бұзу. Жайт анықталатын болса, онда хаттама толтырылады. Хаттама оның жауапкершілігі 5 айлық есептік көрсеткіш тыныштық бұзған үшін. Және де 505 бабы бойынша қалалық және елді мекендерде абаттандыру қағидаларын бұзу біріншіден ескерту болады, немесе жеке тұлғаға 20 айлық есептік көрсеткішпен. Учаскелік инспектор қызметінің машақаты да жетерлік. Түрлі құқық бұзушылықтардан бөлек отбасылық жанжалдардың оң шешімін табуға да көмектеседі. Аудан тұрғындарының бірі Любовь Малова туған ұлымен жанжалдасып, учаскелік инспекторға хабарласуға мәжбүр болған. Участковый не знала никогда. У нас все они менялись. Мен осы уақытқа дейін ауданымыздың учаскелік инспекторы кім екенін білмеппін де. Бірнеше адам ауысып келіп кетіп жатты. Ұлымызбен өзара ренжісіп, учаскелік полицейлерге хабарластық. Міне осы учаскелік инспектор қылмыстың алдын алып, қорғау нұсқамасын енгізіп, бізге көмектесті. Қазір ұлым үйленді, тату өмір сүріп жатырмыз. Учаскелік инспектордың негізгі міндеті бекітілген әкімшілік аймақта құқық бұзушылыққа қарсы профилактикалық жұмыстар жүргізу. Құрметті көрермен